Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге аналар неге біз деп сөйлейді тақырыбында шағын видео сабақ дайындап қойдым. Егер сізге қызық болатын болса, менімен бірге болыңыздар. Көбінесе аналардың аузынан мынандай сөз тіркестерін, сөздерді естіп жатамыз. Біз биыл мектепке барамыз, бізде биыл УБТ, біз кейбір сабақтардан үлгере алмай жүргендіктен репетиторды жалдадық. Қазір репетиторға барамыз. Біз биге қатысамыз. Біз бірінші сыныпта аяқтадық, не болмаса жоғары сыныпқа көшіп жатырмыз деген секілді сөз тіркестерін естиміз. Бұл қаншалықты дұрыс, әлде қателік пе? Бүгін осыны сіздерге толықтай ашып бергім келіп отыр. Жалпы біз деп қолдану алғашқы уақытта, яғни баланың алғашқы 3 жылдық өмірінде қалыпты нәрсе. Яғни алғашында 9 ай 9 күн бойы өзінің құрсағында бірде ауаны жұтып, бірге тамақтанып жүрген ана үшін жәнегі біз басымызды көтердік, біз еңбектеп үйрендік, біз қасық ұстап тамақ жеп жүрміз деген секілді сөз тіркестерін айту қалыпты. Ал және жоғарыда айтып кеткен, біз мектепке барып жүрміз, біз репетитор жалдадық, біз биге қатысамыз, не болмаса біз жоғары оқу орнына түстік деген секілді сөз тіркестері уже былайша айтқанда күлкілі. Бұл қалыптыға жатпайды. Бұл дегеніміз анасы мен баласының арасында сепарация өтпеген деген сөз. Сепарация дегеніміз ол эмоционалды, физикалық, кейіннен финанстық тұрғыдан ата-анасынан баланың бөлінуі. Сепарацияға ата-аналар бастапқыда 5% ғана босану процесінен кейін дайын болады екен, ал 95% мүлдем дайын болмайды. Бірақ табиғаттың өзі осы сепарацияға дайындап қойған екен. Яғни 3 жастық кризисті өткереміз, мектеп жасындағы 7 жастық дағдарыстар деп жатамыз. Сол кездерде бала сепарациядан өту керек. Енді сіздерге неліктен ата-ана, дәлірек айтқанда анасы баласымен сепарациялана алмайды? Неліктен біз деген сөз тіркесін жиі қолданады? Соның себептеріне тоқтала кетейін. Алғашқы бір мен екінші себебі бір-біріне жақынырақ болып келеді. Яғни жүктілік және босану процесінің өте ауыр өтуі, әсіресе босану процесінің қиыншылыққа толы болуы, баланың кішкентайынан әлсіз болуы, жиі ауруы, яғни аурушаң болуы. Бұндай сәттерде анасының баласына деген эмоционалды кіндігінің үзілмеуі, баласының жамандыққа қимауы. Егер де мен оны жіберетін болсам, ол жиі жамандыққа ұшырайды, жиі аурушаң, ауырып қалады деген сондай бір жамандыққа қимауынан эмоционалды кіндігінің үзбей өмір бойы баласының жанында ұстап қалғысы келуінде. Үшінші себебі артығымен бауыр басу, яғни гиперопека. Анасының баласын, бала тәрбиесін өзінің жер бетіндегі гипермиссиясы ретінде көріп, өзін мүлдем тастап кетуі, ұмытып кетуі, өзін ойламауынан және де баланың жеке өміріне, ойлануына, шешім қабылдауына мүмкіндік бермеу. Егер баласына шешім қабылдататын болса, баласының жеке өміріне, өмір сүруіне мүмкіндік беретін болса, ол өз-өзін жалғыз қалғандай, әлемде ешкімге керексіз болмай қалғандай, бақытты ана образынан тысқары қалып қалғандай сезінуінде. Бұл оның балалық травмасының әсерінен болуы әбден мүмкін. Төртінші себебі өтемін қайтару формасы ретінде. Мысалға, әйелге ата-анасы, немесе ата-енесі, күйеуі қатал болып, оның пікірі маңызсыз, оны үнемі құнсыздандырса, онда бұл біз деген сөздің астарында түпкі санада көлегейлеуші ретінде қолданылады. Яғни, сендер қоршаған орта мені қолдамасаңдар, мені өзімнің ұлым немесе қызым қорғайтын болады деген қорғаныштық сезімінің болуында. Соңғы себебі балалық травмалардың әсерінен анасы өзі мазасыз, күйгелек, ашушаң, өзіне деген сенімсіздік болуы мүмкін. Соның әсерінен баласын қоршаған ортадан қорғау мақсатында біз сөзін қолдануы әбден мүмкін. Мінекей сіздерге біз
сөзінің қолдануының себептерін айтып өттім. Енді біз сөзінің қолдану ортасының қаншалықты балаға кері әсер ететіндігі туралы айта кетейін. Бірінші, бала пассивті болады. Активті дегеніміз бала өте белсенді, ортасында да, достарында да, қоғамда да белсенді болады. Ал пассивті дегеніміз керісінше, қандай да бір жетістікке қадам басуда, қандай да бір шешім қабылдауда қорқақтық танытып, әрдайым анасының пікірімен санасатын болады. Өзіне жауапкершілік алудан мүлдем қорқады. Адамдармен еркін сөйлесіп, өз ойын айта алмайды. Өзінің арман тілектерін үнемі ата-анасының арман тілектерімен шатастырып, анасының арманын, тілегін орындауға дайын болып тұрады. Эмоцияларын анықтау өте қиын болады. Өмірдің сынақтарында тез сынып қалады. Құласа тұруы өте қиын болады. Әрдайым анасынан көмек сұрайтын болады. Тіптен оның жасы бұл жерде маңызды емес болып қалады. 10 жаста болсын, 20, 30, тіптен 40 жаста болса да ол анасынан көмек сұрауға дағдыланып қалады екен. Біз сөзін қолдану ана үшін де кері әсерін тигізеді. Анасы өзін мүлдем ұмытып кетуі мүмкін, өзінің не қалайтынын, өзінің армандарын, өзіне деген күтім жасауды да ұмытып кетуі әбден мүмкін. Баласы өзінен алшақтаған сәттерде бұл әлемде, бұл өмірде ешкімге керексіз де сезініп қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да 3 жасқа дейін біз сөзін қолдану қалыпты. 3 жастан кейін біз сөзін қолданып жүрген болсаңыз, ақырындап жаймендеп қоюға тырысыңыз. Балаңыз бөлек тұлға екендігін, өзіңіздің бөлек тұлға екендігіңізді мойындаңыз. Өзіңіздің арман тілектеріңіздің, өзіңіздің қалауларыңыздың бар екендігін ешқашанда ұмытпаңыздар. Табиғаттың өзі ана мен баланың жеке тұлға екендігін, олардың жеке индивид екендігін бізге анық дәлелдеп отыр. Яғни 1 жастағы, 3 жастағы жасөспірімдік шақтардағы кризистік кезеңдердің өзі осыған дәлел. Дәл осы сәттерде баланың мені қалыптасып, оның өзінің өміріне жауапкершілік алуына мүмкіндік беріңіздер. Сіздің өз қалауыңыз болғандай, балаңыздың да өзінің қалауы, арман тілектері болатындығын ескеріңіздер және ұмытпаңыздар. Мінекей бүгінгі видео сабақ осындай болды. Егер сіздерге ұнаған болса, қолдай кетіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Және де келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.